Басталды ғой, иә? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Biz hayyun la yamut деген жерге келіп тоқтадық, дұрыс па? Алейса казалик? Алдыңғы сабақта Аллах тағаланың жаратылысқа ұқсамайтындығын айттық. Бүгін хайюн, ол Алла тірі, ла ямут, өлмейді. Одан кейін құйюмун ла янам. Құйюм дегеніміз аллази яқуму би нафсихи ва яқуму аля ғайрихи. Яғни құйюм дегеніміз қаимун би нафсихи, өздігінен бар, өздігінен болушы, оның болуы, оның тұруы өзгеден емес, өзінен. Яғни Аллах тағаланың болуы ешкімге мұқтаж емес. Ал Алладан басқаның біздің бар болуымызда және жалғасуымызда, тірі болып тұруымызда, не қылуымыз, әрбір сәтке Аллах тағаланың мәдәді, медеті арқылы тұрмыз. Аллах тағаланың осы жаңағы имдат дейді ғой. Бізге Аллах тағаланың мүмкіншілік беруі, Аллах тағаланың бізге өмір жаратып беруі, әрбір сәтімізге Аллах тағала ісімізді жаратып тұруы. Егер бір сәт Аллах тағала біздің тастап қойса ісімізді, не только біз өліп қалмаймыз, вообще жоқ болып кетеміз. Аллах тағала мәдәді болмаса, Аллах тағаланың имдәді болмаса, мына әлем жоқ болып кетеді екен. Құйюмун ла янам. Құйюмды қалай аударамыз? Оны қазақ тілінде білмеймін, ол мағынасын мен білмейді екенмін. Осы мәңгі тұрушы, өздігінен бар болушы, және өзгені де бар қылушы десек кішкене келеді. Ла янам, ол Алла ұйықтамайды. Ұйықтама былай тұрсын, Құранда Аллах тағала айтты: ла таъхузуху синату ва ла наум. Ұйықтау былай тұрсын, қалқып кету бар ғой, сина деген көзің бүйтіп ілініп кетеді. Сол нәрсе де Аллах тағаланы алмайды дейді. Өйткені Алла сақтасын, бұның бәрі нақыс нәрселер, нақыс нәрсе Құдайда болмайды. Егер де қалқып кету тағы бірдеңке болатын болса, мына әлемде деген неше түрлі катастрофа деген сияқты неше түрлі астан кестен болатын еді. Халиқун биля хаджатин. Ол Алла халиқ, жаратушы, биля хаджатин. Ешқандай мұқтажсыз, ешқандай қажетсіз жаратушы. Аллах тағала бір нәрсені, адамды болсын, жынды болсын, өз бір мұқтаж болғандықтан, өзіне бір қажет болғандықтан жаратқан жоқ. Ешқандай мұқтажсыз, ешқандай себепсіз Аллах тағала жаратушы. Разиқун биля му'натин. Ризық беруші, му'натин деген тааб, қиыншылық, машаққа деген мағынада. Ешқандай Аллах тағала қиындықсыз ризық беруші. Хадисте де келеді ғой, егер бүкіл Адам алейхиссаламнан бастап қияметке дейінгі бүкіл адамзат баласы, жын жыбырдың баршасы тұрып бір сәтте барлығы Аллах тағаланың өзінің қажеттерін сұраса, әр адамда кемінде 5-6 қажеттілік болады ғой, сол 5-6 қажеттілігімен қосып әрқайсысы жеке-жеке сұраса, Аллах тағала оларға барлығын береді сұрауын, және сол нәрсе Алланың мүлкінен тек ине теңізге батырып шығарған кезде ине теңізден не алып шығады? Ештеңе алып шықпайды ғой. Сондай ғана кемітеді дейді. Яғни кемітпейді деген сөз. Алланың мүлкін, соның барлығын сұрауын берсе де, әрқайсының сұрағына, дұғасына жауап берсе де, Аллах тағаланың мүлкінен ештеңе кеммейді. Мумитун биля махафатин. Және өлтіруші ол Алла биля махафатин. Еш қорықпастан. Мысалы, мен біреуді өлтірейін деп ойлансам, Құдай сақтасын, қорқасың. Не түрмеге кетіп қалуы мүмкін, не оның ағайын туысқандары кеп кек алып сені өлтіріп тастауы мүмкін. Дұрыс па?
ал Аллах тағала ешкімнен қорықпайды. Бүкіл адамзат, бүкіл жынның барлығын өлтіріп тастаймын десе де Аллах тағала ешкімнен қорықпайды. Ешкім Аллах тағала зиян да бере алмайды. Баисун биля машаққати. Және ол Алла тірілтуші, қайта тірілтуші, биля машаққати, ешқандай машақатсыз тірілтуші. түсінікті ғой, иә? Мазала бисифатихи қадиман қабла халқихи. Мазала бисифатихи. Аллах тағаланың сифаттары қадим болды, қадим болып жалғаса береді. Аллахның сифаттары мәңгілік. Қабла халқихи. Жаратылысты жаратпай тұрып ақ Аллах тағаланың сипаттары не еді? Қадим еді. Қадимді алдыңғы сабақта түсіндірдік. Ләм яздат, артпады, бикаунихим, ол жаратылыстардың пайда болуымен, шәйән, еш нәрсе артпады. Ләм якун, болмаған, қаблахум, ол жаратылыстардан алдын болмаған, мин сифатихи, немесе мин сифатихи. Сифатихи ма сіздерде? Иә, муфрад. Яғни бұл жердегі айтып жатқан нәрсе былай. Аллах тағала ғана мәңгілік. Басы бар, бастауы жоқ, соңы жоқ. Алланың бастауы жоқ, соңы жоқ, е? Аллах тағала еш нәрсені жаратқан жоқ. Сол кезде еш нәрсені жаратқан жоқ, еш нәрсені өлтірген жоқ. Сол кезде де Аллах тағала жаратушы деген сипаттың иесі еді. Еш нәрсе жоқ. Муслимде жоқ, қарекеңде жоқ, ешкім жоқ. Аллах тағала сол кезде де, яғни әзәлда, Аллах тағала жаратушы деген сипатты бар еді. Естуші, көруші, білуші, құдіретті деген сипаттар Аллах тағаланың бар еді. Еш нәрсе болмаса да. Түсінікті ме? Өйткені Аллах тағаланың сипаты андай емес. Мысалы, нені жаратты, әлемді жаратты, сол кезде ғана Аллах тағала жаратушы, одан алдын жаратушы емес еді. Кейін жаратушы болды деген, бұл Аллаға нақыс. Яғни сипаты бұрын жоқ еді, кейін пайда болды деген сөз. Ал бұл деген ол жаратылыс біздің әңгіме. Мысалы, Мадияр алим емес еді, медресеге түсті, оқыды, ижтихад қылды, ары бер, сосын алим болды. Бұрын, мысалы, мен айтайын, мен бұрын жахил еді, әлде жахилміз ғой. Жахил сипаты бар еді, сосын әйтеуір азды көпті бүйтіп оқыдық. Сол кішкене әйтеуір илім деген бір нәрсе пайда болды, дұрыс па? Бұрын жоқ еді, кейін пайда болды. Бұл демек бұл ол сипаттың өзі жаратылғандығын, сипаттың бұрын жоқ, кейін пайда болғандығын білдіреді. Бұл нақыс бұл. Бұл біздің хақымызда бұл нәрсе нормально. Біз жоқ, кейін жайлап өзіміз пайда қыламыз ғой. Аллах тағаланың сипаттары, Алла өзі заты, алдын айтқанымыз, қадим, және сипаттары да қадим. Соны айтып жатыр имам Тахауи. Ал түсінікті ме, осы қағида түсінікті ғой? Бұл ахлі сүннаның, бүкіл ахлі сүнна, Матурид ашари болсын, бүкіл ахлі сүннаның имам Абу Ханифадан бастап, жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ақидасы осы. Кейін осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ақидаларын жаңағы баяндап беріп жатыр бізге имам Тахауилар. Ал енді сәләфилер ше? Олар не деп айтады? Сәләфилердің ішінде қай шейх еді, субханалла, мен Ибн Баз болу керек, қателеспесем. Ибн Усаймин бет. Аллаху алам, енді мен бірақ нақты кітаптарынан көргем ол кісілердің. Осы Тахауиге шархында жазған кезінде ол кісінің олар бүйтіп айтады. Аллах тағаланың сифату ториа. Ториа деген, торая турау деген жоқ еді, кейін пайда болды деген әңгіме ғой. Ториа деген Аллах тағаланың пайда болушы сипаттары бар дейді. Мысалы, жаратушы, ары бері, бұрын ештеңе жоқ кезде қалай ол Алла жаратушы болады деген сияқты. Аллах тағала сондай әңгімелерге айтады. Демек, Аллах тағаланың олардың осы бір ақидасы мынаған алып келеді. Аллах тағала бұрын нақыс еді, кейін жарату несімен кәміл болды деген әңгіме жатыр. Алла тағала бір нәрсеге сүйінді ма деген сипаты пайда болу үшін нәрсеге сүйіну керек па деген не шығарды бұл жерде? Олардың жарату керек па деп ше, сипатты алу үшін. Иә, оларға солай қарсы сұрақ қойылады. Иә. Аллах тағала енді бұл пока мәтін ретінде осылай жаттап алыңыздар. Ертең бұның
ашықтаймыз. Мынау мысалы күнделікті барлық нәрсе, әртүрлі нәрселер жаратылып жатыр ғой. Бұл жаратылып жатқан нәрселер мысалы ертең менің баламның пайда болуы деген сияқты ше. Осындай нәрселерді ол Аллах тағала жаратып жатыр, иә. Бірақ бұл жаратылулары Аллах тағаланың сипаты да қосып жаңарып жатыр деген сөз емес. Аллах тағала бір құдірет, тек бір құдіретке жаңағыдай неше түрлі мынау біз сияқты жаратылыстар тааллуқ қылады да, тааллуқ. Сол байланысады, Алланың құдіреті, бір құдіреті. Сол жаңағы бұл қияметке дейін баратын қаншама жаратылыстар бар ғой. Соның барлығы Алланың бір құдіреті жаңағы тааллуқ байланысады. Сол байланысқан кезде жаңа нәрселер пайда болады. Ираданың несінен кейін, ирададан кейін, иә. Мен айтып жатыр мына жерде. Мазаля би сифатихи қадиман. Аллах тағаланың сипаттары мазаля деген, яғни даиман деген мағынада ғой. Қадим, Аллах тағаланың сипаттары қадим, қабла халқихи, қабла махлуқатихи. Қабла халқи махлуқатихи. Алла махлуқтарын жаратудан алдын. Жаратпай тұрып ақ Аллах тағаланың сипаттары қадир еді, естуші еді деген сияқты, көруші еді. Лам яззат би каунихим. Ол жаратылыстың пайда болуымен артпады, шайъан, еш нәрсе артпады. Лам якун, болмаған, ол Аллада болмаған, мин сифатихи, сипаттарынан болған, еш нәрсе артпады. Ешбір сипат қайттан артқан жоқ. Қаблахум, ол жаратылыстардан алдын болған. Ва кама кана би сифатихи азалиян. Аллах тағаланың сипаттары әзәли болған сияқты, кәзалика, сол сияқты, ла язалу алейха абадиян. Және мәңгілік солай Аллах тағаланың сипаттары әзәли, әбәди бола береді. Енді сол осы жаңа түсіндіргеніміз ашықтайды енді. Лайса мунзу, немесе сіздерді баъда болу керек, ә? Лайса баъдама или мунзума. Лайса баъда халқи или баъда, қалай дейді? Лайса баъда халқил халқи. Аллах тағала халқ деген махлуқ мағынасында. Исм, бұл мастар би мағна махлуқ. Халқ деген ше. Халқ, яғни лайса баъда халқил махлуқ. Махлуқты жаратқаннан кейін Аллах тағала истафада исмал халқ. Халқ исмін алған жоқ дейді. Түсінікті ме? Жаңа айтқанда айтып жатыр ғой. Уәла би ихдафихил барията истафада исмал бари. Сол сияқты Аллах тағала ихдаф, халқ мағыналары бір-біріне жақын. Ихдаф жарату ғой. Әл-барията дегеніміз тоже жаратылыс, махлуқат. Махлуқаттарды ихдаф жаратқаннан кейін, яғни ихдаф барғылғаннан кейін Аллах тағала бари деген есімді алған жоқ дейді. Лаху ма'на рубубияти. Аллах тағалада раб деген, құдай деген, раббы деген мағына бар дейді. Яғни Аллах тағала раббы еді, уәла марбуб, ешқандай махлуқат жоқ кезде де Аллах тағала раббы еді. Уәлаху уә ма'нал халиқияти, немесе уә ма'нал халиқи, сіздерде, по-моему, Аллах тағала Аллах тағала халиқ еді, ешқандай махлуқ болмаса да. Яғни ма'нал халиқ деген, яғни Аллах тағала халиқ еді. Халиқ деген мағына, халиқ деген Аллах тағалада сипат бар еді, ешқандай махлуқ жоқ болса да. Түсінікті? Ва кама аннаху, Аллах тағала мухйил маута ба'да ма ахяхум. Аллах тағала бізбен сізді жалпы бүкіл тіршілік иесін Аллах тағала тірілтті ғой. Бізге тіршілік сыйлады ғой, дұрыс па? Сол тіршілік сыйлағаннан кейін Аллах тағала өлілерді өлтіруші деген, мумит деген Аллах тағаланың, мухи, тірілтуші деген Аллах тағаланың несі бар еді? Сипаты, есімі бар еді. Осы есімді Аллах тағала истахаққа хазал исма қабла ихияхим. Оларды тірілтпей тұрыпты Аллах тағала мухи, тірілтуші еді. Түсінікті ме? Кәзалика, сол сияқты истахаққа исмал халиқи, жаратушы есімін Аллах тағала лайық еді, жаратушы есімі бар еді Аллах тағалада. Қабла иншаихим, оларды жаратпай тұрып ақ. Залика, енді осының барлығының себебін, илласын баяндайды. Би аннаху аля кулли шейин қадир. Аллах тағала, өйткені Аллах тағала барлық нәрсеге құдіретті. Ва куллу шейин илейхи фақир. Және барлық нәрсе ол Аллаға фақир,
мұқтаж, муфтақир мағынасында. Барлық нәрсе Аллаға мұқтаж. Күллу шейин деген бұл жерде бүкіл деген. Алладан басқаның, яғни бүкіл нәрсе Аллаға мұқтаж. Ва күллу әмрин алейхи ясир. Барлық іс Аллаға жеңіл. Яғни Аллах Тағалаға бір қиын, ауыр келетін, шаршап қалатын деген сияқты ондай нәрселер жоқ. Аллах Тағалаға бүкіл нәрсе не жеңіл. Ла яхтажу иля шей. Аллах Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Аллах Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Лайса камислихи шей. Лайса камислихи шейун ва хуа самиул басир. Алдын бұл аятты түсіндірдік, Халақал халқа халақа ал-махлуқа би'илмихи ва қаддара лахум ақдара. Аллах Тағала махлуқты жаратты, біліп барып жаратты. Аллах Тағала махлуқты өзінің құдіретімен жаратты. Аллах Тағала бірінші жалпы жаратайын деп жатқан нәрсесін біледі. Жоқ, бірінші деген нәрсе, бірінші мынау екінші деген нәрседе негізі Аллаға жүрмейді. Просто бұл біздің жаңағы біздің санамыз, біздің ой жүгіртуіміз осылай да. Әйтпесе Аллах Тағалада бірінші мынау болады, бірінші мынау болады деген нәрсе Аллада жүрмейді. Уақыт, заман деген нәрсе ол жаратылған нәрсе. Ол біздерге қатысты нәрсе. Аллах Тағала заман, уақыт, мекен деген нәрсе білесіздер ғой, ондай нәрсе жүрмейді. Ондай нәрсе Аллах Тағала пәк ондай нәрседен. Енді сол Аллах Тағаланың бір нәрсеге ілімі, мысалы Аллах Тағала ілімі біледі. Сол Аллах Тағала біледі, сосын сол іліміне сай Аллах Тағаланың құдіреті тахсис қылып бір нәрсені сөйтіп құдіреті Аллах Тағаланың жаратады. Әйтпесе жаратылысты іліммен жаратады деген нәрсе түсінілмесін мына жерден да. Яғни Аллах Тағала құдіретімен жаратады ғой, іліммен емес. Ілімнің вазифасы бөлек, құдыраның вазифасы бар өзінің. Құдыра деген вазифасымен жаратады, алайда Аллах Тағала соны біліп жаратады деген мағынада бұл жерде. Аллах Тағала біліп өзінің жаратылысын құдіретімен жаратады. Ва қаддара лахум ақдара. Және оларға тағдыр етеді, олардың ақдара нелерін, тағдыр қылып, қаддара бимағына мөлшерледі, белгіледі деген мағынада. Әдемі тағайындады. Тағдырлар оларға тағайындады, белгіледі. Ва дараба лахум ажалан. Және оларға әжал, мерзім, жаратылысқа, тіршілік иелеріне мерзімдерін дараба дегеніміз. Дараба деген өзі көп мағынада қолданады өзі. Не только ұру. Біз тек жаңағы ал-мутабадар. Дараба деген жалпы ұру деп не аламыз ғой, білеміз ғой. Дұрыс, негізгі мағынасы осы. Бірақ басқа да мағыналар бар. Мына жерде хадда да мағынасында. Яғни Аллах Тағала тіршілік иелеріне олардың ажалын, олардың мерзім, уақытын белгіледі, тағайындады деп те осындай мағына береміз. Олардың мерзімдерін, мерзім ғұмырларын белгіледі. Лам яхфа алейхи шейун мин аф'алихим. Және Аллах Тағалаға лам яхфа алейхи алаллах. Аллаға еш нәрсе хафи, жасырын болмады, жасырын емес. Шейун, еш нәрсе мин аф'алихим. Ол жаратылыстардың істерінен Аллаға еш нәрсе жасырын емес. Қабла ан яхлуқахум. Оларды жаратпай тұрып ақ бізбен сізді еш жалпына әлемді жаратпай тұрып ақ Аллах Тағала біздің істеріміздің барлығын білетін еді. Еш нәрсе жасырын болмады. Субханалла. Ибрахимнің мысалы осы медресені таңдайтын Аллах Тағала
еш нәрсе болмай тұрып Аллах тағала білді. Аллаға еш нәрсе жасырын емес. Және де Құдай сақтасын, бір жаңағы Владимир деген біреу бар. Оны да Аллах тағала кәпір болып өлетіндігін білді. Әзәлде білді Аллах тағала. Алла сақтасын. Бұл деген сөз бірақ жігіттер не емес? Мәжбүрлеуші, Аллах тағала мәжбүрлеп қойды деген сөз емес. Жаңа Владимирдің Аллах тағала біледі ғой, оның нені таңдайтынын, нені таңдамайтынын Аллах тағала біледі. Сол таңдауына сай Аллах тағала не қылып қойды? Сол таңдауына сай оған сол бір өзінің таңдауын жаратып беріп қойды. Түсіндің ме? Бұл мәжбүр емес. Мәжбүрлік нәрсе емес. Біз алдын айттық, адам мәжбүрлі істері бар. Мысалы өзінің ұлтын таңдай алмайды, түр түсін, бойын таңдай алмайды. Ал одан бөлек жаңағы істерін, таңдауларын өмірдегі оны өзі таңдайды екен, және одан өзі Алланың алдында сұралады. Және Аллах тағала білді олардың не істейтіндігін, бізбен сіздің қандай амал істейтіндігі, қандай өмір сүретінімізді Аллах тағала бәрін білді. Бізді жаратпай тұрып, яғни ол жаратылыстарын жаратпай тұрып ақ олардың не істейтіндігін білді Алла. Және Аллах тағала өзіне тағат қылуына, өзіне құлшылық қылуына, өзіне бағынуға бұйырды. Және ол жаратылысын тыйды. Өзіне қарсы келуден Аллах тағала тыйды. Барлық нәрсе Алланың құдіретімен жүріп жатыр, болып жатыр. Және Алланың сендері тақдирихи ма? Алланың тағдырымен, яғни Алланың құдірет арқылы жазып қойған, белгілеп қойған тағдырмен, тағдырмен. Енді мағына қариб, иншалла. Және мәшиятихи деген бар ма? Және несімен? Мәшия деген қалауымен болып жатыр. Алланың мәшиясы, Алланың қалауы орындалады, жүзеге асады. Құлдардың қалауы жоқ. Құлдардың қалауы орындалмайды. Тек Алла оларға қалап берген нәрсе ғана орындалады. Алла оларға не нәрсені қалады, болды. Не нәрсені Аллах тағала қаламады, болмады. Иншалла, деген жерден өшеден тоқтайық. Келесі уақытта сол жерден бастап, иншаллаху тағала жалғастыратын боламыз. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.